Excel бағдарламасындағы деректермен жұмыс істеуде біз өзімізді әлде қайда ыңғайлы сезініп жатырмыз. Бірақ есептеулерді жүргізуде әлі де қатты қобалжимыз. Көптеген адамдар үшін Excelмен жұмыс дәл осы жерде алаңдаушылық тудырады. Сол есептеулерді қарастырайық. Сонымен біз калькуляторлар деп аталатын қарапайым есептеулерді қарастырудан бастаймыз. Мысал ретінде біз кішкентай 20 ер адам, 10 әйел мүшесі бар спортзалды аламыз. Сонымен біз осы толық мүшелер санын білу үшін осы екі мәнді бірге қосуымыз керек. Калькуляцияны бастауда бірінші қадам есеп жүргізу керек ұяшықты басыңыз. Екінші қадам тең символын теріңіз. Жарайды, келесі қадамда мен калькулятордағыдай жасай аламын, яғни 20 плюс 10 деп теріп, Enter пернесін басамын. Сонда байқағаныңызда менде дұрыс жауап шығады. Алайда бұл өте тез және ыңғайлы жол емес. Мысалы, мен қате жіберуім мүмкінмін. Немесе, егер осы ұяшықтардағы кез келген мәні өзгерсе, менде мына ұяшықта дұрыс емес жауап болады. Сонымен, біз мұны Excel жолымен жасайық. Тең символын теріңіз, қосқыңыз келетін бірінші ұяшықты басыңыз, плюс теріп, қосқыңыз келетін екінші ұяшықты басыңыз. Енді Enter түймесін басыңыз. Біз бірдей жауап аламыз. Бірақ егер менің әйел саным кенеттен 15-ке дейін көтерсем, жалпы саны автоматты түрде қайта есептеледі. Бұл Excel бағдарламасының күші. Енді мен бұл соңғы өзгерісті артқа қайтарамын. Ұяшықты ашып қарайтын болсақ, бұл B3 пен B4-ке тең екенін көреміз. Басқаша айтқанда, B3 ішіндегі мәнді B4 ішіндегі мәнге қосып, маған жауап беріңіз деп айтылған. Енді азайтуды қарастырайық. Сонымен мен ерлер мен әйелдер санының арасындағы айырмашылықты білгім келеді. Тағы да өзіңізге керек ұяшықты басыңыз, тең символын теріп, B3 түймесін басыңыз. Келесі минус символын теріп, B3 түймесін басып, Enter түймесін басыңыз. Сонымен біз қосуды жасау үшін плюс символын, азайту үшін минусымызды қолданамыз. Енді көбейту үшін біз жұлдызшаны, ал бөлу үшін біз қиғаш сызықты қолданамыз. Олардың әрқайсысының мысалын жылдам қарастырайық. Сонымен бізде бір мүшеге кем дегенде 3 сүлгі, яғни полотенце бар екеніне көз жеткізу керек. Мен қатысушылардың толық санын 3-ке көбейтуім керек. Сонымен мен тең символынан бастаймын. Қатысушылардың толық санын таңдап, жұлдызшаны теріп, 3 санын теріп, Enter түймесін басамын. Бөлу де осыған ұқсайды. Сонымен егер біз әрбір 5 мүшеге кем дегенде бір тренер бар екеніне көз жеткізгіміз келсе, біз толық мүшелер санын 5-ке бөлуіміз керек. Сонымен мен теңдікті теріп, жалпы мүшелер санын таңдап, қиғаш сызықты теріп, 5-ті басып, Enter түймесін басамын. Көргеніңіздей жылдам және қарапайым. Сонымен Excel бағдарламасындағы негізгі калькуляциялар осылай жұмыс жасайды. Келесі видеода осыны нақты жұмыстағы тапсырманы шешуде қалай қолдану керектігін көрсетеміз.